Ал балалар, енді біз үшінші жаттығуды орындайтын боламыз. Өрнектерді баған түрінде жаз, амалдар бойынша есепте. Бізге мынандай 4 өрнек берілген. Сол өрнектерді әр түрлі амалдары бойынша есептейміз. Балалар, бірінші өрнекке назар аударыңдаршы. 1000 азайтылған, жақшаның ішінде 472 бөлінген 8 қосылған, 327 бөлінген 3 жақша жабылған, яғни бұл өрнек бізде қанша амалмен орындалып тұр, балалар? Яғни біз әдеттегідей, балалар, біз білеміз, жақшаның іші бірінші орындалады. Ал жақшаның ішінде де бірнеше амал бар. Оның қайсысы бірінші орындалады? Дұрыс айтасыңдар, балалар, бірінші бөлу амалы орындалады. Мына жерде 2 бөлу амалы бар. Яғни бірінші біз рет-ретімен 472-ні 8-ге бөліп аламыз. Екінші 327-ні 3-ке бөліп аламыз. Содан соң екеуінің нәтижесін қосамыз. Яғни сол кезде бізде жақшаның ішіндегі нәтиже шығады. Оны біз 1000-нан жақшаның ішіндегі нәтижені азайтсақ, бізге өрнекті нәтиже шығатын болады. Ал олай болса, балалар, біз әр амалды рет-ретімен орындағанымызды түсіндірейік. Бірінші 472 азайтылған 8. Міне, баған түрінде жаз деген, біз баған түрінде жаздық. Мінекей, балалар, 472 бөлінген 8. Яғни біз 47-ні аламыз бірінші. 47-нің ішінде 8 қанша рет бар? Яғни 5 рет бар. Тексеріп көріп, 5-ті 8-ге көбейтсек 40, 47-ден азайтамыз 40-ты, 7 қалады. Яғни 7-нің қасында үстіндегі 2-ні шығарып 72 болады. Яғни 72-нің ішінде 8 қанша рет екен біз білеміз, өйткені көбейту кестесін білеміз, балалар. Яғни 9-ды 8-ге көбейтетін болсақ, біз 72 деген нәтиже аламыз. Яғни 8-ді 8-ге көбейтіп 72 деген нәтиже жазып, оны 72-ден азайтсақ 0 шығады. Сонда 59 деген нәтиже алдық. Келесі екінші бөліндінің нәтижесін баған түрінде алып көрейік. 327 бөлінген 3. Яғни 3-ден бастаймыз, өйткені 3-тің ішінде 3 бір рет бар. 1 көбейтілген 3 болады. 3-тен 3-ті азайтатын болсақ 0 болады. Төбеден біз 2-ні түсіргеніміз жеткіліксіз. Сосын тағы 7-ні түсірсек 27 болады. Яғни 27-нің ішінде 3, 9 рет бар екен білеміз. 9 көбейтілген 3, 27. Яғни 27-ден 27-ні азайтатын болсақ 0. Яғни екінші бөліндінің нәтижесі 19. Енді жақшаның ішіндегі бірінші бөлу мен екінші бөлінінің нәтижелерін қосамыз дедік қой. Яғни бірінші бізде 59-ға тең болған бірінші бөлінді, екінші бөліндінің нәтижесі 19 болған. Яғни бірінші бөліндінің мәні мен екінші бөліндінің мәні қосқан кезде бізде 59 қосылған 19, 9-ға 9-ды қосамыз 18, бірі ойда, 5 пен 6-ны қоссақ бізде 5 пен 1-ді қоссақ 6, ойдағымен 7. Сонда бізде нәтиже 78. Бұл жақшаның ішіндегі нәтиженің мәні. Енді бізде соңғы амал қалды. Жақшаның ішінен шыққан мәнді 1000-нан азайтамыз. 1000 азайтылған 78. Неге, балалар, қараңдаршы, біз азайтуды осылай баған түрінде жазамыз. Яғни бізде 1000-нан 78 азайтатын болсақ, біз мына жерде 0-ден 8 азайтылмайды. Сондықтан біз алдыңғы ондықтан, жүздіктен, мыңдықтан біз қарыз аламыз. Яғни біздің ондығымызда 0, жүздігімізде 0 болғандықтан біз алдыңғы мыңдықтан қарыз аламыз. Сөйтемізде біз мынаған алған қарызымыздың өзі 10 болды. Ол 10-нан мына жаққа қарыз қалдық, 9 болып қалды. Одан кейінгі 0-імізде 10 болды. Одан мынақа қарыз алдық, бұл да 9 болып қалды. Сонда 10-нан 8 алатын болсақ, бізде 2 қалады. Біз білеміз, балалар, яғни мынау бағанағы 9 болғандықтан 9-дан 7 аламыз, 2 болды. Бағанағы мынау
тауда 9 болып қалды ғой, мына 10-ның өзі 9 болып қалды, яғни 9-ның өзі мына жерге түседі. Сонда біздің нәтижеміз 922 болды. Сонда мына өрнектің нәтижесі 922 деген мәнге ие болды. Келесі бізде екінші өрнек 185 көбейтілген 5 азайтылған 136 бөлінген 8. Бұл жерде де бала қанша амал бар екен? Дұрыс айтасыңдар, 3 амалдан тұрады. Мен балалар сендерге түсінікті болу үшін әр амалды бөлек-бөлек жазып қойдым. Яғни бізде көбейту бар, бөлу бар. Яғни бізде көбейту мен бөлудің екеуінің қайсысын бірінші орындасақ та болады, бірақ дегенмен біз реттілігімен орындағанымыз өзімізге түсінікті, иә. Бірінші көбейту тұрғандықтан 185-ті 5-ке көбейтеміз. 185 көбейтілген 5. 5-ті 5-ке көбейтеміз 25, 2-сі ойда. 5-ті 8-ге көбейтеміз 40, ойдағымен 42, 2-сі жазылып 4-ті ойда. Яғни 5-ті 1-ге көбейтеміз, 5-тің өзі ойдағы 4-пен 9, сонда 925 деген нәтиже алдық. Екінші амал 136 бөлінген 8. 136 бөлінген 8, яғни 13-тің ішінде 8 бір рет бар. 13-тен 8-ді азайтатын болсақ 5 қалады. Төбедегі 6-ны түсірсек 56 қалады. 56-ның ішінде әрине 8 7 рет бар. 7-ні 8-ге көбейтіп қайта тексеріп көрсек 56 шықты. Яғни 56-56-ны шықса, ал азайтсақ 0 болады. Яғни бізде екінші амалдың бөлінінің мәні 17-ге тең болды. Яғни сонда бізде балалар үшінші амал қалай болатынын біз біліп тұрмыз, иә? Бірінші көбейтіннің мәнінен бөлінінің мәнін азайтамыз. Бізде көбейтіннің мәні бізде 925 болды, міне жаздық. Екінші бөліндінің мәні бізде 17 болды. 925-тен азайтамыз 17-ні. Яғни бізде 5-тен 7-ні азайта алмаймыз. Біз 2-ден қарсы сұрасақ, мына 15 болады. 15-тен 7-ні алсақ 8 болады. Бағанағы қарыз алғандықтан 1 болып қалды. 1-ден 1-ді алсақ 0 болады. 9 өз қалпында қасына түседі, иә? Сонда 908 деген нәтиже алдық. Екінші өрнектің мәні 908. Ал енді бізде үшінші өрнек 257 көбейтілген 3 азайтылған 785 бөлінген 5. Яғни бұл жерде де балалар бізде 3 амал орындалады. Өйткені 257-ні 3-ке 1 көбейтіп аламыз. 785-тен 5-ті 1 бөліп аламыз. Сосын көбейтіннің мәнінен бөлінінің мәнін азайтамыз. Ал рет-ретімен көрейік балалар. 257-ні көбейтеміз 3-ке. Яғни 7-ні 3-ке көбейтетін болсақ 21, 2-сі ойда. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, ойдағы мен 17, 7-сі жазылып 1-і ойда. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, ойдағы 1 мен 7, 771. Бұл біздің бірінші көбейтіннің мәні. Екінші амал 785-тен 5-ті бөлеміз. 785 бөлінген 5. 7-ні бірінші аламыз. 7-нің ішінде 5 бір-ақ рет. Сондықтан 1-ді беріп тексеріп көреміз. 1 көбейтілген 5, 5. 7-ден 5-ті азайтамыз 2. Үстіндегі 8-ді түсірсек 28 болады. 28-дің ішінде 5 рет бар. 5-ті 5-ке көбейтіп тексеріп көрсек 25. 28-ден азайтамыз 25-ті 3 қалады. Үстіндегі 5-ті түсірсек 35. Біз көбейту кестесінен жақсы білеміз, балалар, иә? 35-тің ішінде 5 7 рет бар. Яғни тексеріп көреміз. 7-ні 5-ке көбейтсек 35. 35-тен азайтамыз 35-ті 0 шығады. Сонда 157 бұл біздің бөлінінің мәні. Енді бізде 771-ден азайтамыз 157-ні. 771 азайтылған 157. 1-ден 7-ні азайта алмағандықтан 7-ден қарсы сұрасақ 11 болады. 11-ден 7-ні алсақ 4 болады. Біз бағана қарыз алғандықтан бұл 6 болды. 6-дан 5 азайтсақ 1, 7-ден 1-ді алсақ, азайтсақ 6. Сонда 614 бұл біздің өрнектің мәні. Біз мына жаққа жазып қойдық, балалар. Келесі өрнекте бізде 187-ні көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 2-ге, қосамыз 297-ні. Балалар, бұл жерде қанша амал орындалады? Біз бұл жерде қараңдаршы, көбейту амалы бар, бөлу амалы бар.
яғни бұл жерде біз екеуін де бірдей орындаймыз, яғни көбейту де бөлу де бар, бірақ біз реттілігімен бірінші көбейтуді орындаймыз, балалар. Міне 187-ні көбейтеміз 4-ке. 187-ні көбейтеміз 4-ке. 4-ке 7-ні көбейтсек 28, 8 жазылып, 2-сі ойда. 4-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 32 ойдағы мен 34, 3-і ойда. 4-ті 1-ге көбейтетін болсақ, 4-тің өзі ойдағы, 3 пен 7. 748 бұл біздің көбейтінінің мәні. Енді шыққан мәнді 2-ге бөлеміз. 748 бөлінген 2. Енді 7-ні бірінші алатын болсақ, 7-ні ішінде 2 3 рет бар. 3 көбейтілген 2 деп тексеріп көрсек 6 шығады. 7-ден 6-ны азайтсақ 1, үстіңгі сандардан 4-ті қасына түсірсек 14 шығады. 14-тің ішінде 2 7 рет бар. 7-ге 2-ні көбейтіп тексеріп көрсек 14. 14-тен 14 азайтсақ 0. Үстінде бізге 8 деген сан қалды. 8-дің өзін шығарсақ 8-дің ішінде 2 4 рет бар. Яғни 4 тексеріп 2-ні 8-ге көбейт, 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ 8, 8-ден 8 азайтсақ 0. Яғни бізде 374 деген сан шықты. Енді шыққан мәндерді 297-ге қосатын болсақ, 374 көбейтілген 297. 4-ті 7-ге қосатын болсақ, 11 бізде бірі ойда. 7-ні 9-ға көбейтетін болсақ, 16 ойдағы бірімен 17 тағы біріміз ойда қалды. 3-ке 2-ні қосып 5 болып, ойдағы бірімен 6 болды. Сонда бізде 671 деген соңғы өрнектің мәнін алдық. Балалар, сендерге түсінікті болды ма? Барынша сендерге түсіндіруге тырыстым. Жақсылап түсініп алып, әр баған түрінде есептелген әрбір есептің шығару жолын жақсылап түсініп алсаңдар, келесіде өздерің қиналмай есептерді өздерің шығаратын боласыңдар, балалар.